Дін ол тәрбие дейміз. Дін ішінде де ол адам баласына тәрбие беретін, дұрыс бағыт бағдар беретін ол рухани жол. Діннің де өзінің бағдары болады, бағыты болады. Дін сенімнен тұрады. Дін ғибадаттан тұрады, фихтан тұрады. Дін қарым-қатынастан тұрады. Дін тәрбиеден тұрады. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар деген. Кез келген мамандықтың өзінің білім иесі болады. Мысалы, жай адам бір науқастанған адамға мына дәріні ішсеңіз айығып кетесіз, мына дәріні ішсеңіз 2 күнде орныңыздан тұрып кетесіз деп бір дәріні нұсқаулық бере ала ма? Бере алмайды. Не үшін? Өйткені ол оның маман емес. Бүгінгі күнде әлеуметтік желіден кейде уағыздар тыңдайды. Бәлкім ол уағыздар тілі тартымды, жағымды болуы мүмкін, бірақ ол уағыз оны қайда жетелеп бара жатыр? Оның ақ-қарасын ажырату үшін міне біздің Қазақстан елімізде дін руханиятының қара шаңырағы бар. Арнайы бұл жерде уағыз насихат бөлімі бар. Бүкіл елдерде айтылатын уағыз насихаттардың тақырыптары бекітіледі. Ұстаздардың, имамдардың уағызы арнайы әлеуметтік желіге де қойылады, таратылады. Соны тыңдаса, ол өзінің руханиятына қажетті ілімін сол жерден алса, демек ол адаспайды деген сөз. Бір ғасыр бұрынғы имамдарды алатын болсақ, олардың жетегінде жүрген қаншама адамдар ешқандай адасқан жоқ. Өйткені бір мазхабта, бір бағытта жүрді. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бір мазхаб, Абу Ханифа мазхабы деп айтамыз. Осы мазхабтың пәтуасымен, үкімімен жүре берсе, ол адам адаспайды.